құрметті білімгерлер, ата-аналар, қонақтар. Бүгінгі Жамбыл облыстық медицина колледжінің ашылу салтанатына қош келдіңіздер. 2019-2020 жылының білім күніне арналған салтанатты жиынымызда Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны орындалсын. Денсаулық байлықтан қымбат. Ол адам өміріндегі ең бағалы дүние болғандықтан, әр адам өз денсаулығына жауапкершілікпен қарау керек. Халқымыз дені саудың жаны сау деп бекер айтпаған. Асқан байлық не керек, денсаулығың болмаса дегенде жақсы сөз бар. Биылғы жылы ауданымыз үшін ерекше жыл. Өйткені өңірімізде тұңғыш рет тыңнан түрен тұрып, медицина саласының майталман мамандарын даярлайтын оқу орны ашылып, бүгін бәрімізде осы қуанышты сәттің куәсі болып отырмыз. Құрметті білімгерлер, бүгінгі салтанатты жиынды ашу үшін Жамбыл облыстық медицина колледжінің директоры Сәбит Мейірханұлына сөз беріледі. Жастарының жалыны бар, қарттарының қадірі. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар және Жамбыл облысымыздың бар ауданынан жиылып келген білімгерлер, сіздерді бүгінгі мерекелеріңіз білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін, яғни шуақты шуымыз, тоғыз жолдың торабы өңірімізде жылдан жылға өркендеп, күннен күнге дамып келуде. Соның бірден бір себебі бүгін ауданымызда ашылғалы отырған Жамбыл облыстық медицина колледжі бір себебі. Ағаш бір жерде көгереді демекші, мен де осы қасиетті жердің тумасымын. Ес білгелі өңіріміздің өркендеуі үшін не істесем болады деп іштей ойланып жүретінмін. Ауданымызда тұңғыш рет медициналық колледж ашылады деген күннен бастап бұл іске білектіре кірістім. Өйткені ең басты байлық денсаулық деген рас. Дені сау ел ғана өсіп өркендейді. Оның үстіне өзімде медицина саласының маманы болғандықтан бұл жауапты істің басында болуға бел будым. Бұл оқу орны білімді де білікті, сапалы медицина мамандарын даярлайтын ұстаханаға айналады деп сенемін. Құрметті колледжіміздің ең алғашқы студенттері, бүгін бәріміз осы көптен күткен қуанышты күннің куәсі болып тұрмыз. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Болашақта адам жанының арашасы болатын ақ желенді абзал жандарға айналатындарыңызға мен сенемін. Білім іздеген жолдарыңыз жақсылыққа толы болсын дегім келеді. Әрине, дайын мәтінмен сөз оқып шығу ол да бір өнер, бірақ жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді демекші, 90 сөзімнің тобықтай түйінін бүгін студенттерге арнағым келеді. Білім беріп, оқу орнын ашып, сіздерге біз әзірміз, бірақ ары қарай ізденіп, білім алу ол сіздердің қолдарыңызда. Сіздерге тек қана сәттілік тілеймін биылғы оқу жылында. Әділбол Мұратбектің орындауында тамаша бір ән қабыл алыңыздар.
қой атын маған, туған ел қадір бабам, найзағай намыс отым, көзімде лапылдаған, куә боп жатыр далам. Туған ел Қазақстаным, саған ғашық мен бір балаң ем. Туған ел Қазақстаным, қасиетті саған бар әлем, қасиетті саған бар әлем. Ай, тәуелсіз таң атқандай, тәңірі бар қазақтың, батыр қып жаратқандай, қайтейін қанаттандай. Туған ел Қазақстаным, саған ғашық мен бір балаң ем. Туған ел Қазақстаным, қасиетті саған бар әлем, қасиетті саған бар әлем. Ал жүрі жабалар қойыңыздар. Туған ел Қазақстаным, саған ғашық мен бір балаң ем. Туған ел Қазақстаным, қасиетті саған бар әлем, қасиетті саған бар әлем. Көп рахмет. Биылғы жылы ашылып жатқан колледжіміздің 240 студент оқуға қабылданып, оның ішінде 9 сыныптық базамен 124 студент және 116 студент 11 сыныптық базамен қабылданды. Келесі сөз кезегі колледжіміздің оқытушысы Рыскүл Әлденбаевнаға беріледі. Здравствуйте, дорогие студенты! Для вас сегодня замечательный, незабываемый день, потому что вы первые студенты нашего медицинского колледжа. Дорогие студенты, только вчера вы сидели за партой, были учениками. Правда это? Да, конечно. А сегодня уже вы студенты. Студенты не просто какого-то колледжа, а именно медицинского колледжа. Ребята, я думаю, что вы, вчерашние ученики, сегодня студенты, вы должны хорошо учиться. Почему? Потому что за каждым вашим, ребята, стоит человек. Вы должны спасать жизнь людей. А чтобы спасти жизнь людей, ребята, студенты дорогие, у вас должно быть прочное знание. Вот поэтому, ребята, я надеюсь на вас, что в будущем каждый из вас будет хорошо учиться. Ребята, это не школьная парта, это не школьные учителя, которые просят вас и умоляют: пожалуйста, напиши диктант, напиши реферат. Нет, ребята, вы должны сами должны теперь учиться, и каждый из вас должен быть ответственный за вашу учебу, потому что это жизнь, а вы даете жизнь людям. Вы должны спасать людей. Вот поэтому я надеюсь и верю вам, дорогие студенты, что вы будете учиться и защищать жизнь людей. Во-первых. Во-вторых, что я хочу сказать, ребята, желаю вам всем здоровья. Здоровья каждому студенту. Благополучия в учебе, конечно.
Колледж, это вы первые студенты, еще раз хочу повторить вам, первые студенты, которые открыли дверь нашего колледжа. Счастья вам, здоровья, дорогие студенты, и, конечно, прочного знания. Где есть знания, там и сила, дорогие студенты. Поэтому счастливо вам, всего хорошего. Құрметті студенттер, кеше ғана сіздер мектептің партасында отырған оқушылар боласыздар. Бүгін мінекей колледждің, медицинский колледждің студентсіздер. Студент атану ол әркімге бұйыра бермейді. Сіздер өте бақытты адамсыздар. Вы счастливые студенты, счастливые дети, потому что ваши родители за вас заботятся. В жизни человека, ребята, самый счастливый день – это студенческие годы и школьные годы, а потом уже у вас начнутся большие заботы. Поэтому я хочу сказать, әрқайсыларыңызға айтқым келеді, білім болу керек, білімсіз ешнәрсе болмайды. Себебі сіз әр адамның өміріне жауаптысыз. Әр адамның өміріне жауаптысыз. Жақсы оқу керек, өте жақсы оқу керек. Жақсы оқымасаңыз, сіз ертең отанның алдында, адамның алдында басыңызбен жауап бересіздер. Сондықтан сіздерге сәттілік тілеймін и жақсы оқуларыңызды тілектеспін. Рахмет сіздерге. Келесі сөз кезегі ата-аналар атынан осы жердегі Аманбек Айымның анасы сөз кезегі сізге беріледі, ортаға келсеңіз. Құрметті ата-аналар, міне студенттер, міне ауданымызда, Жамбыл облысында міне медициналық колледж ашылып жатыр. Құдайға мыңда бір шүкір. Ал студенттер, сендерге айтарым, қадамдарың құтты болсын, жақсы студент болыңыздар. Біздің ауданымызда қандай міне марқайып, осындай балаларымызға осындай оқу колледж, мед колледж ашылып жатыр. Рахмет, жақсы студент болыңыздар, тәлімгерлер, мұғалімдер, ұстаздар, сіздерге рахмет. Білім күні құтты болсын дейміз. Осындай жақсы алғашқы биыл келіп атқан мынау студенттерге жақсы оқу мамандығын алып, халқымызға бір жақсы дәрігерлер атаныңыздар демекпін. Халқымыз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, жақсы студенттер көбейе берсін елімізде. Рахмет. Осымен бүгінгі салтанатты жиынымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Осы жердегі 9-шы сыныптық базамен қабылданған студенттер ішке қарай кірсеңіздер болады. 11-ші сынып, жалпы түгелдей студенттер ішке кірсеңіздер болады, әрине ғимараттың ішіне кіріп аралап кірсеңіздер болады. Ана, құрметті ата-аналар, ана жерде стол жайылған, сол жерде